қайдағы? Нағыз тозақ мектептің сыртында. Сіз колледждің сынақтары туралы естіп педіңіз өзі? Ал сен F4 дегенде естіп педің? F қалай? F4? Ол нені білдіреді? Егер олар қызыл қағаз берсе, демек бүкіл мектеп соңыңа түсіп алады деген сөз. Маған да беріпті. Сонда... Бұның бәрін осылай қалдырасың ба? Олар құтырғаннан басқа айналысатын ісі жоқ өңкей қарақшылар емес пе? Ай, біздің мектепте бұндай жағдай болса, бәрін ұстап алып, көздеріне көк шыбын имелетер едім. Сенің достарыңның жолы болған екен. Неге? Өйткені олардың сен сияқты досы бар. Олай емес. Жоқ! Тоқта! Бұл оқиға еліміздің ең беделді мектебінде болған. Оқушыны өлімнен құтқарған қыз кім? Қаһарман қыз мектепке кездейсоқ келген. Ол қарапайым зат жеткізуші қыз. Байлардың балаларының оқуға емтихансыз түсуіне жол берілмесін. Ол оқушылардың бәрін жазалау керек. Ана ретінде мұндайды кешіре алмаймын. Шинхуа дүкендеріне баруды тоқтатайық. Шинхуа жабылсын! 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 Шинхуа мектебін жабу керек! Жабылсын! Мен дәл қазір Шинхуа мектебіне қарсы ереуіл болған жердемін. Енді қала тұрғындарының пікірін тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Сіз неліктен ереуілге шықтыңыз? Осындай жағдайдан кейін менің досым мектепті тастап кеткен. Жай мектепте оқитын оқушылар қабылдау емтиханынан қиналып жүреді. Ал ол мектепте оқитындардың есебі түгел. Чанди, қазір сені қалай атайтынын білесің бе? Қарапайым халықтан шыққан қаһарман. Батыр дейді. Ол қазіргі заманның батыр қызы делінген. Батыр қыз. Алға. Қойыңдар шей. Мәссаған. Ал анау Флайфо деген жігіттер расында да ғажап бекен. Соларды бір рет көрсем ғой шіркін.